Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып бүкіләлемдік желі, ғаламтор, шақ ұғымы, шақ туралы түсінік. Оқу мақсаты: мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау. Етістіктің шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану. Ғаламтор тарихы: біздің күнделікті өмірімізге байланысты ақпараттарды алудағы маңызды құралдардың бірі ғаламтор. 1957 жылы Кеңес одағы жердің жасанды серігін ұшырып, ғарыштық кеңістікте бірқатар алға шыққан болатын. Бұл өз кезегінде ақш-та біршама алаңдаушылық тудырып, ақш қорғаныс министрлігі ақпаратты тасымалдаудың сенімді жүйесін құру туралы шешім қабылдады. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін ақш-тың алдыңғы қатарлы жобаларды зерттеу агенттігі компьютерлік желі құруды ұсынды. Бұл желіні құру ісі Лос-Анджелестегі Калифорния университеті, Стэнфорд зерттеу орталығы, Юта штатының университеті және Санта-Барбара қаласындағы Калифорния штатының университеттеріне тапсырылды. Компьютерлік желі ARPANET деп аталып, 1969 жылы аталған 4 ғылым орталықтарын біріктірді. Барлық жұмысты ақш қорғаныс министрлігі қаржыландырып отырды. ARPANET желісінің даму қарқыны өте жылдам болды. Оны әртүрлі ғылым саласындағы зерттеуші ғалымдар да кеңінен қолдана бастады. ARPANET желісінің алғашқы сервері 1969 жылдың 1 қыркүйегінде Лос-Анджелестегі Калифорния университетінде орнатылды. Сервер ретінде орнатылған Honeywell 516 компьютерінің оперативті жад көлемі небәрі 12 килобайт болатын. 1971 жылы желі арқылы электронды пошта әртүрлі хабарламалар жіберуге мүмкіндік беретін алғашқы компьютерлік бағдарлама жасалып, кеңінен тарала бастады. Бірінші тапсырма: ғаламтор тарихы туралы ақпараттар негізінде ғаламтор және әлем деген тақырыпта эссе жазыңыз. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз шақтар туралы болмақ. Шақ бұл белгілі бір әрекетті немесе қалыпты көрсетеді. Шақ етістікке тән, әрі оны қай мезгілде, қай шақта жүзеге асқанын анықтап тұрады. Мысалы, мен кеше үйге келдім, бүгін үйге бара жатырмын, ертең үйге барамын. Шақтың 3 түрі бар. Осы шақ, келер шақ және өткен шақ.